өмірдегі ең позор, ең лас, ең қиын жұмыстар ол туалет жуу немесе пол жуу деп ойлауы мүмкін кейбір адамдар. Мен керісінше айтатын едім, туалет жуатын, пол жуатын адамдар бұл өмірдегі ең бақытты адамдардың қатарында. Себебі егер менде Алламен келісім шарт жасайтын мүмкіндік болса, онда мен былай айтатын едім: мен өмірімнің соңына дейін туалет жуып өтуге дайынмын, тек маған денімді сау қылып сол жұмысты істейтін маған күш бер, денсаулық берсең болды деп Аллаға айтар едім. Егер сіздер осындай жұмыстар істеп жүрсеңіздер, мейлі үйіңіздің туалетін жуып жүріңіз, немесе мейлі өзіңіз бір жердің жұмыс орнының туалетін жуып нәпақаңыз тауып жүрсеңіз, ол жұмыстан сіз намыстанбаңыз, желкенбеңіз, ұялмаңыз, керісінше соған қуанып шүкіршілік етіңіз. Өйткені ондай жұмыс, мысалы туалет жуу болсын, пол жуу болсын, мен үшін де және де мен секілді тағдырластарым үшін де арман. Сондықтан сіз егер сондай жұмыс істеп жүрсеңіз, онда Аллаға мыңда бір шүкір етіңіз.